Dakika басталады. Все. 8-ші сұрақтан бастаймыз. Себебі кешегі записьті надеюсь көрген шығарсыңдар. 7-ші сұрақта. Записьті Мерейім қарадың ба? Соңғы записьті. Жоқ ағай, соңғы записьті қарап үлгермедім мен. Окей. Жанерке, сен қарадың соңғы записьті. Онда біз жұмыс жасадық. Немен? Words and context деген сұрақтармен жұмыс жасадық. Осылармен. Бұл сұрақтың стратегиясын кеше көрдің. Основной стратегиялар синоним іздеу деген секілді, контекстке қарау деген секілді нәрселерді сен кеше көрдің. Мерейім тоже міндетті түрде қарап шығу керек. Енді бүгін біз уже тип вопрос бүгін басқаша болады. Яғни ол уже main idea, main purpose деген секілді сұрақтар, яғни уже целостный текстпен жұмыс жасаймыз, яғни мына тексттің бүкіл текстпен жұмыс жасаймыз. Так, сондықтан өте мұқият болайық. Түсінбеген сұрақтарымды, түсінбеген сөздерімді сұрап отырыңдар. Кеттік. Енді main idea, main purpose деген сұрақтардағы стратегияны еске түсіру керек. Қайталап айтамын, барлық сөздерді түсіну, бүкіл сөздерді білу міндетті емес, это даже практически невозможно десе болады. Бүкіл сөздер сендер жаттай алмайсыңдар. Так что неге мән береміз? Бағанағыдай біз өз-өзіміздің сұрақтарымызға жауап беруіміз керек. Қандай сұрақ? Тексті жалпы не туралы айтылды? Сол сұраққа жауап бересіңдер. И автордың бағанағыдай позициясы қандай? Ол туралы позициясы қандай? Мысалы, автордың основной аргументтері қандай? Вот солай. Потом соңғы стратегия не ол? Ол әрине мына варианттармен бірге жұмыс. Яғни варианттарды қай вариант off-topic деп айтамыз, off-topic, яғни тақырыптан алыстау, немесе қай вариант, допустим, бағандай клеймді support деген сұрақты келуі мүмкін, support, қазір ол сұрақ келеміз. Қай вариант, мысалы, мүлдем ол шынымен де текстқа байланысты қатысты, бірақ support дегенге қолдамайды. Соған дұрыстап мән береміз. Соны бағандай не істейміз? Исключать етеміз, яғни elimination. Вот сондай стратегия негізі. Осындай сұрақтарда. Түсінікті ғой, да? түсінікті. Так, кеттік. Бірінші сұрақтан бастайық. Қазір уже енді процесс кезінде біз тереңірек түсінеміз, қалай жұмыс жасау керек екен. 8-ші сұрақ. Бұл сұрақта өздерің жауаптармен бөліссеңдер, қай жауапты таңдадыңдар? Мен С дедім. Си. Мен Эй деп жазғам. Окей. Енді кеттік, талдайық. Мұнда бірінші сұраққа қараймыз. Біз сұраққа қараймыз. Тексті бастамаймыз, сұраққа қараймыз. Сұрақта не деп тұр екен? Бізге мына underline sentence, яғни асты сызылған сөйлемнің несін сұрап тұр? Функциясын сұрап тұр, яғни мақсатын сұрап тұр. Мақсатын, функциясын сұрап тұр екен. Окей. Ол үшін біз бірден оны оқымайық, біз контекстпен танысайық. Контекстпен танысу үшін алғашқы сөйлемнен бастау керек. Lily had no real intimacy with nature деп тұр, but she had a passion. Қарайықшы. Ода intimacy деген не ол? Это такой близость, аударса близость. Негізі табиғатпен бір жақын ара ондай бағандай близость болмаған, яғни бір жақындық болмады на самом деле. Бірақ деп тұр, бірақ яғни уже қарама-қарсы ой, контрастты көріп тұрмыз. Осындай кілттік сөздердің астын сызып отайық. But had a passion деген не? Интерес. Не емес пе? Интерес деп ойлаймын. Интерес, бағанағыдай страсть десе болады, орысша айтқанда страсть, интерес, яғни адамның бағанағыдай құлшынысы. Маған осы нәрсе прям қатты ұнайды деген секілді нәрсе, дұрыс. She had a passion for the appropriate and could be keenly, and appropriate это такой подходящий деген сөз. Енді подходящий не ол? Подходящий это сана негізі на самом деле. And it could be keenly sensitive. Keenly деген не деген сөз? Это как very деген секілді ғой. Very sensitive. Сол секілді функцияда жазып алыныр. Яғни ол такой терең деген сөз. Deeply. Немесе острый такой. Sharply.
sensitive. Острый, өте терең, өте сондай острый, такой чувствительный. Яғни ол өте сезімтал екен. Сезімтал, не нәрсеге сезімтал? Сценаға, енді қандай сцена? Ол бана табиғаттың сценасына. Міне, табиғаттың сценасы фетсинг деген не ол? Фетсинг это когда сәйкес келеді да, мысалы по размеру келеді, немесе мына жерде оның настроениесімен, оның сезімімен келеді деген нәрсеге ол өте сезімтал екен. Мысалы банағыдай жаңбыр болып тұрса, ол мұнайлы болу керек деген секілді, ол әне мұң болу керек. Мысалы олда мұң болып, олда күн күшті болып тұрса, ол бағадай кішкене ұнамайды екен, ол өте чувствительный екен сол нәрсеге. Вот солай. Түсінікті ғой да примерно ой не айтылғаны. Иә. Так, мен кеттік, енді келесі сөйлемді қарайық. The landscape outspread, яғни бағанағы landscape деген еді білесіздер, айдала жер, ол жазын қойып жатты, жазылып жатты, жайылып ішіне жазылып жайылып жатты. Below here seemed an enlargement. Enlargement деген такой кең таралу, расширение дейді ғой. Present mood, яғни қазіргі настроениесіне сай. Вот қазіргі настроениесіне сай. И ол бір нәрсе тапты дейді, өзінде бір нәрсе тапты. Оны итс деген бағанағы табиғаттың несі, табиғаттың мына спокойствиесі, оның кеңдігі. Түсінікті ма? Вот сол. Сода өзінде нәрсе тапқан екен. Түсінікті ма? Яғни табиғатпен нені көріп тұрмыз? Табиғатпен өзіндегі байланыс орналасқан, не істеген екен? Орналасқан екен. Nature and mood деп қойын, настроениесіндегі. Түсінікті ма? Байланыс орналасқан. Болды. Енді қарайық. Енді қазір қайттан қарауға мүмкіндік беремін варианттарға. И қайтадан варианттарды оқып шыға қойыңдар. Потом варианттарды өзгерте аласыңдар. Егер сол вариантта қалам десіңдер, тоже ештеңе етпейді. Тоже мүмкін сендер варианттарың дұрыс шығар, либо A, либо C. Қарайық. A вариант. D болғанда кім айтқан? Мен, Жайеке. D бола ма деп тұрсыңдар. Окей, кеттік варианттар талдап жүрейік. Яғни мен даже әлі соңғы сұрақты оқымадым. Ой, соңғы сөйлемді оқымадым, даже көрейік ал. It creates a detailed image, яғни ол деген нені құрастырады дейді. Бағана картинаны құрастырады, өте детальный картинаны құрастырады дейді. Ненің бағадай сол қоршаған ортаның. Енді қараңдаршы, осы сөйлем бе құрастырып тұрған картинаны? Картина деген не қоршаған ортаның? Бағанағы не ол? Мысалы, там таулар, орман, там өзен деген секілді сөйлемдер бар ма? Немесе ағаштар? Нету. Жоқ, картина қай сөйлемде как раз? Картина соңғы сөйлемде міне. Міне sugar maples, яғни бұл бағана клеондар, клеон деген ағаш сондай. Orchards, яғни бағана сад, үлкен сад бар екен. Вот картина соңғы сөйлемде сад, там ағаштар деген. A варианты болмайды. B вариант, яғни көрдіңдер ма? Основной смысл түсіну мақсат, потом варианттарда қарайсыңдар. Варианттар off topic, мынау ол ма дейсіңдер? Жоқ. Өздерінің сұрақтарына өз-өздеріне сұрақ қойып жауап бересіңдер. Енді келесі B. It established that, яғни ол бір какое-то утверждение айтады дейді, что біздің персонаж ғана қыз internal конфликтті өткізіп жатыр, яғни ішкі оның конфликті бар ма? Осы сөйлемді айтып тұр ма? Ол ішінде білмеймін бір конфликт болып жатыр, там сезімдері келмей жатыр деген сөйлем айтылып тұр ма? Нет. Жоқ, дұрыс. C сөйлемі. It makes an assertion, яғни ол делает какое-то утверждение, что и келесі сөйлем сол утверждение дамытады. Келесі сөйлемді қарайық. Келесі сөйлемде керісінше сипатталып тұр, табиғат сипатталып тұр. Яғни мына сөйлемде ол дамытып жатқан жоқ, яғни сипатталып тұр ол табиғат. На самом деле. Енді іздейді көрейік. Мынау керісінше дамытып жатыр нені? Бұл оған дейінгі сөйлем дамытып жатыр. Оған дейінгі сөйлемні, скажем так, примермен көрсетіп жатыр. Яғни міне вот примермен көрсетіп как раз D. Көрдік па міне? Потому что ол сол идеяны көрсетіп жатыр міне, примермен, мысал ретінде көрсетіп жатыр. Идея қай кезде пайда болды?
алғашқы сөйлемде оған дейінгі сөйлемде болған идеяны көрсетіп жатыр. Міне, түсінікті ма? Сол үшін дей болады. Және міне, көбі мына жерде қарайды, мынау деген не сөз, мынау не сөз, мынау не сөз. Даже ол сөздерді біліп те керек емес. Мында основной идея жоғарыдағы сөйлемдерде просто сөздер бағадай. Ну, насколько просто білмеймін енді. Sensitive, там не сөздер бар тағы да. Nature жай ғана, feeding, міне. Feeding, там sensations, там чувства, мысалы, mood, настроение деген сөздер болды. Осы сөздерді, в принципе, түсінсеңдер, текстің основной смыслын түсінуге болады. Так, надеюсь, бұл түсінікті болды. Бұда сұрақ қалмаған шығар. Кеттік 9. 9-шы сұрақ. Бұндағы варианттармен бөлісе қойыңдар. Аха. Мен B деген бе ғой? B, сосын? Үшінші сұрақ па? Мен де B дедім. Екен B дедіңдер. Окей. Кеттік. Бірінші сұрақты оқимыз. Бағанағыдай. Сұрақта не деп тұр? Дәл жоғарыдағы сұрақ секілді underline sentence міне. Асылсызған сөйлемнің мақсатын табу керек екен. Окей. Енді ол үшін бағанағыдай бүкіл текстті оқу керек бірінші. A study, какое-то есть исследование. Қандай исследование? Exposure to sunshine деген бағанағыдай, скажем так, күнге жүру дейміз ба солай. Күнді қабылдау десек болады, просто күн жарығын, күн сәулесін қабылдау десек болады. Sunshine during the work day, міне жұмыс күні неге әкеледі деп тұр, неге әкеледі? Can lead to өте қатты бағанағыдай оптимизмға әкеледі. Behavior деген поведение, білмеген сөздерінде түртіп жазып отырмын. Міне өте оптимистік поведениеге әкеледі дейді. Түсінікті ма? Және бұнда не мынау? Мынау не дейсіңдер? Бұл не тапқаны? Ой, точнее, бұл не ұсынып тұр? Ойы қандай? Міне, түсінікті ма? Idea, яғни мынау opinion, suggest деген это opinion. Түсінікті ма? Оны пока дәлелдемеді. Түсінікті ма? Пока дәлелдемеді. Мүмкін сол шын нәрсе шығар. Оны потом түсінеміз қазір. Ол шын ба екен, кейін түсінеміз. Түсінікті ма? Осыны түртіп отырыңдар. Кеттік уже. Екінші сөйлемді оқиық. Using data, данылар қолданылған, данылар қай данылар? 94 пен 2010 жылдар аралығындағы Америка компанияларының. И команда не істеген? Команда кімнің? Бағанағы профессордың командасы. Не істеген? Compare деген не деген сөз? Салыстырды. 29 мың жылдық ежегодный болатын нені салыстырған? Forecast деген не деген сөз? Ключевой слово forecast. Не деген сөз? Андай предположение емес пе? Дұрыс, дәл солай. Предположение, болжам. Болжамдар салыстырған. Немен салыстырған? Реальный заработокпен салыстырған. Сол жылдары прям отчеттағы реальный заработокпен салыстырған. Есть предположение, менеджерлар всегда өздерінің предположение айтады. Біз осы жылы примерно бір 3 миллион доллар табамыз деген секілді. И реальный заработокпен салыстырған екен. Мұнда осы сөйлемде не айтылған? Жалпылама не айтылып тұр? Не істеген айтылып тұр, точнее. Команданың қандай әрекет істеген айтылып тұр да, олар нені пайдаланды, қандай данныйды пайдаланды, и данный пайдаланды, не істеді, конкретно не істеген айтылып тұр. Түсінікті ма? Нақты не істеген айтылып тұр. Команданың. Енді уже келесі сөйлемде команданың не тапқан айтылады. Сол салыстырды, енді қандай выводқа, қандай conclusionға келген айтылады. The team found that, енді өздерің оқыңдар, қандайға келді екен, өздерің оқып айта қойыңдаршы. Сонда мынау exposure to sunshine workқа не қатысы бар? Түсінген жоқпын. Ол деген бана айттым ғой, күн сәулесін жүру дедім да, жұмыс күнінде. Ол айтып тұр, не деп айтып тұр?
жұмыс күнде мына қараңдар, кім күн сәулесіне түсіп жүреді жұмыс күнде. Мына қараңдар, 2 апта бұрын, прежде чем бағадай отчеттар тапсырмас бұрын, точнее мына болжамның отчетін тапсырмас бұрын, күн сәулесінде кім көбірек жүреді, сол менеджер, қараңдар, болжамды тым асырып жүреді, exceeded. Тым асырып жүргенін көрдіңдер ме? Яғни күн сәулесінде көп жүрсеңдер, сендердің бағадай неден артады? Сенімділіктен артады екен. Көрдіңдер ме? Чем основа заработка? Точнее, да, сенімділік емес, самоуверенность артқан. Көрдіңдер ме? Exceeded. Яғни forecast, мына бағадай болжам реальный заработықтан әлде қайда асып кеткен екен. Реальный заработықтан. Түсіндіңдер ме? Әлде қайда асып кеткен болжам. Неге? Себебі ол күн сәулесінде көбірек жүрген екен менеджерлер. Сондай выводқа келген екен. Түсінікті ме оқушылар, идея басты? Иә, айтты. Енді бірақ біздегі мақсат тексттің мақсатын табу емес, тексттің емес, именно мына сөйлемнің. Сонымен мына сөйлем не істейді екен? Кеттік қарайық. A. To summarize the results of the team's analysis. Мына сөйлем именно асылсылған сөйлем. Сол команданың результатын несеп тұр ма? Айтып тұр ма? Результатын қысқашалап summarize жасап тұр ма? Наоборот, соңғы сөйлем емес па? Керісінше дұрыс соңғы сөйлем айтып тұрған. Кеттік B сөйлемі. To present a specific example that illustrates studies findings. Ол бір конкретно мысал көрсетіп тұр ма мына? Мына finding тапты ғой, енді тым асырып жүрген. Конкретно мысал айтып тұр ма? Мысалы, мына компанияның менеджерлері миллион деп ойлады, бірақ на самом деле олар тек қана 300 мың тапты деген секілді. Сондай бір мысал көрсетіп тұр ма? Который findingді көрсететін. Жоқ. Дұрыс, ешқандай example жоқ ондай. Мына компания битті деген. C. To explain part of methodology. Methodology деген не ол? Понятно, методология не ол? Қандай метод қолдағаны, қандай әрекет істегені. Сол айтылып тұр ма? Чтобы мына исследование жасау үшін не істегені айтылды ма? Қандай әрекет жасаған? Вроде я. Вроде емес, точно. Ағай, олардың салыстырғаны санала ма? Дұрыс, не істегенін істеді. Олар енді осындай данный жасау үшін не істеді? Олар салыстырды. 29 мың банағыдай отчеттарды салыстырған екен. 29 мың компанияны ойлаңдаршы, даже одан көп. Это, конечно, өте үлкен әрекет қой. Олардың не істегені. Так что вариант болады C бізде. Көрдіңдер ма? Просто өз-өздеріңе сұрақ қойып, осылай таңдайсыңдар. Нені D-де қарайық. D мүлдем келмейді. So call out a challenge, қиындық. Бана анализ дегенде қиындық туралы айтылған ба? Жалпы ешқандай қиындық бүкіл текстте келмейді. Мана сөйлемде тем более келмейді. Ешқандай қиындықтары туралы айтылмайды. Түсінікті ме? Methodology деген не ол? Ол жай ғана қандай істер, қандай шара істегені ол. Білмеймін, анализ жасады ма, қандай анализ жасады, не істеді, кімді салыстырды, нені салыстырды, вот сол методология. Мүмкін ол интервью істеген шығар, мысалы интервью тоже методология. Так что вариант C болады. Так, бұл түсінікті болса, кеттік 10-ші сұрақ. Мына жерде C емес па? Так, C. Мерейім, сен қалай ойладың? Ағай, мен де C деп жазған бұл. Окей, кеттік. Текст оқиық. Не деп тұрмда? Бірінші сұрақты оқимыз. What is true about mother? Яғни бізге анасын сипаттау керек, анасын. Анасын не істейді екен? Анасы көп барлық уақыттан құртпайды екен, бағанағыдай не істеуге? Куклалармен ойнауға дейді. Окей. Үйінде жай ғана тупо отыруға, чтобы бағанағыдай нелер, кукла ледилар оны не істеу үшін дейді. Оны визит жасауға. Яғни визит жасауын күтпейді екен, үйде отырмайды екен ол. Енді қарайық. Ол әрқашан сонда болған. Ол өзінің балаларымен ойнауға дайын болған. Оларға оқуға, үй тапсырмасын орындауға, яғни ол балаларын жақсы көретін адам екен.
соны көріп тұрмыз. Ойнайды екен, үй тапсырмасын орындайды екен олармен. Енді қара, кроме этого, ол не істейді екен, ол не істейді екен, оларға история жазады екен, өздерінің балаларына. Когда олар мектепте болған кезде оларға история жазады екен, и шай ішкеннен кейін оларға оны оқиды екен деп тұр. Түсінікті ма? Ол әртүрлі, олардың туған күндеріне, немесе басқа да бір жағдайларға, оларға бағандай қуанышты, только веселый поэмалар істейді екен, поэзиялар. Түсінікті ма? Текст оңай, ол басқалармен салыстырғанда. Бұл текст әлдеқайда оңай екен, шынымен де әлдеқайда оңай, басқаларға салыстырғанда. Ол басқа ледилардан келген күте ма? Точнее, қалай ма? Жоқ, ол керісінше күтпейді деп тұр, ешқандай ледилар келген оған. Туған күндер оның бағандай сүйікті несі ма, күні ма, сүйікті мерекесі ма? Мүмкін солай шығар, мүмкін біз оны білмейміз, ол туралы айтылмаған туған күндер сүйікті деп. Просто туған күнде ол бағандай поэма істейтін жазылған, поэзиялар жазатын. Так что мынау тоже не факт. Енді ал факт па? Ол бағанда әртүрлі историялар, поэмалар жазамау өзінің балаларына, ол факт, иә. Енді дейді оқырық. Оның балаларына оқу, оның бағанда сүйікті ісі. Ол балаларына оқитын білеміз, бірақ ол оның сүйіктісі ма, біз ол туралы айта алмаймыз нақты. Ал ол точно білеміз, что ол бағанда историялар, поэмалар жазатын білеміз. Так что вариант С. Дұрыс, молодцы. Яғни көрдіңдер ма, мысалы мынау дейік мүмкін кек болуы мүмкін деп болуы мүмкін. Немесе B туған күн, ол туған күніне жазса, значит ұнатады деген адам өзінің артық ойын тықпау керек. Артық өздерінің бағандай мнениелеріне болмайды. Мында ойы маңызды емес. Мында маңызды именно не? Текстте не айтылғаны. Текстте ол туралы айтылмаса, бізге болмайды өзіміздің ойымызды қосуға. Міне. Кеттік 11-ші сұрақ. Бұнда не істедіңдер? Қай варианттандыңдар? Мен A дегем. Мен С деп белгілеймін. С. Кеттік екі вариант салыстырайық. A, С. Точнее, бірінші нені мұқият оқимыз. Main purpose не бізге общий текст түсіну керек. Окей, текст түсінейік. Бұндай кезінде сендерге айтқанмын, бұл сөздер мысалы, мына сөздер flow деген сөз, немесе, допустим, thigh. Анау апостроф ен деген вообще не ағай? Ол деген even деген сөз ғой, even. Ужас. Ужас. Неге ағай осында нелер тексттер вообще непонятный ештеңе. Mighty Pen деген екен білмеймін, мысалы мен. Mercy деген екен білмеймін. Бірақ білмесең зато сен pen екен білесің, дұрыс па? Иә. Pen деген не ол? Ручка. Ол да ручка, и все. Мына mighty екен біліп кетеміз. Mighty это по идее мықты деген сөз. Мықты, такой могучий деген сөз. Бірақ оны жазып алсам болады мысалы. Бірақ білу мына жерде қатты міндетті емес енді. Бізге основной смысл керек. Мысалы, merge деген екен білмесеңдер, зато сендер joy не екен білесіңдер. Joy деген не ол? Радость емес па? Дұрыс. Merge это то же самое. Merge екеуі синоним негізі. Это то же самое. Радость и веселье деген секілді ғой. Merge это веселье, мысалы. Екеуі бірде, екеуі синоним. Merge and joy. Көрдіңдер ме сендер уже бүкіл сөзді білу не обязательно, мысалы, мынау не бағанағы қаламның несімен strokeмен деп тұр, мысалы. Прям буквально несімен. Өйткені қақ жібергенімен, штрихмен деген сияқты. Қаламның штрихмен. Ол не айтты? Ол веселье, радость туралы айтты. И оқыт, нені оқыт? Мына жерде не деп жазылған? Қараңдаршы, мына ключевое слово. Нені оқыған? Енді мынаны білесіңдер точно, яғни бүкіл сөзді осы жерде понятно шығар. Ер адамдар жүректері мен душалары туралы ма? Дұрыс, иә. Әне адамдар, не только ер адамдар, мүмкін жалпы адамдар айтқысы келген шығар. Мен деп жалпы былай адамдарды айта берді. Иә, адамдардың бағанағыдай несін, жүректерін, душаларын оқиды дейді. Міне. Окей. Осын түсіндер, joy and mercy деген түсіндер. Қалам дегенсін не бол, как не айтты? Писатель туралы. Енді мынаны қарасыңдар, жоғарына қарасыңдар. Ол поэма кімге арналған? Мына қара нәсілді жазушыға, қара нәсілді авторға арналған. Так, енді қарайық.
The language of the flowers. Яғни мынауын білесіңдер енді мына сөзді. Гүлдердің тілі дейді. You, мына you деген сөз, мына thou деген you деген сөз, ты деген сөз, you. Сен оларға оқыдың деп бір, ол гүлдерге оқыған екен еще, прикиньте, гүлдерге. И даже кішкентай ручейка, өзеннің кішкентай біткен бөлігі деген секілді. Responded to thy call. Thy деген это как твой деген сөз, your. Жазып алыңдар бұл сөздер. Thou это you, thy это your. Яғни даже кішкентай ручейка сенің бағандай шақырғанына жауап берді дейді. Яғни мұнда не көріп тұрмыз? Мұнда адамдардың душасы туралы айтылған көріп тұрмыз. Мұнда қуаныш туралы айтылған, мұнда адамдардың душасы туралы. И мұнда міне flowers and brook деген это табиғат, мына nature, мына екеуі уже. Ағаштар нелер. Nature and man, мысалы man, білмеймін, people десек болады. Енді қара. Ол авторды мақтап тұр да, көріп тұрсың, мақтап тұр мына. Могучий ручка немен, қаламмен сені қуаныш туралы айттың, адамдардың жүрегін оқыдың деген адамды мақтап тұр ма? Конечно, мақтап тұр. Мына авторды мақтап жатыр. Көрдіңдер ма? Енді қара. Как раз мына жерде көріп тұрсыңдар, нені көріп тұрмыз? A вариантын сразу мақтау деген сөз көріп тұрмыз. Мақтау, to praise. Енді авторды мақтап тұр. Не үшін мақтап тұр? Ол бағадай аса сезімтал, аса такой чувствительный, такой чуткий. Кімге қатысты? Адамдарға қатысты, такой сезімтал и табиғатқа қатысты. Как раз міне, вот адамдар, вот табиғат. Көрдіңдер ма? И мақтау. A варианты вот. Түсінікті ма? Ағай, а в чем смысл, типа, анау your деген, you деген сөздерді ауыстырып, андай непонятный фразалармен? Оны ауыстырмады. Неге? Мысалы сендер 1800 жылдардың, 1900 жылдардың қазақша поэмаларын, поэзияларын оқығанда сендерге түсінікті бола ма? Жоқ, потому что ол тіл ауыр тілдер. Сол секілді бұл бұрынғы заманның ағылшыны. Бұл міне қараңдар, 20 ғасырдың басы, почти 19 ғасыр, почти. Соның бұл несі? Поэмасы. Так что сол ағылшын тілі кішкене басқаша болады. Қазіргі ағылшын тілі 21 ғасырдағы. И баяғыда ағылшын тілі басқаша. Мысалы, қараңдаршы, қазір 21 ғасырдағы сленгтарды 19 ғасырдың адамын айтса, ол түсінбейді ғой. Что за сленг деген секілді. Вот солай. Так что екі ғасырдың ағылшын тілдері басқа. Сода смысл. И мына сөздерді білу керек міндетті түрде. Сендерге білу керек обязательно. Хотя бы осыны біліңдер. Thou и thy. Так. Кеттік. Енді басқа варианттарды тезеп салыстырып жіберейік. Тезет. Неге ол варианттар болмайды? Мында айтып тұр, утверждение, какое утверждение, что какой-то автор көп теманы оқыды деген. Мында ол туралы айтылған ба? Мында ол білмеймін там. Сен қатты білімдісің, сенің мысалы білмеймін, кругозорың көп, немесе сен көп нәрсе оқыдың деген туралы айтылды ма? Ау? Нет, жоқ. Жоқ, айтылмады. Адамның білімі туралы, адамның оқығандығы туралы да айтылмады. C вариантын қара. To call attention, яғни бір жазушының өте мұқият такой несіне, жазу процесіне көңіл берілді ма? Яғни мұнда жазушының адамдардың душасын оқи туралы айтылды, бірақ жазушының бана стилі айтылды ма? Сен қалай жазылатын айтылды ма? Сен осылай жазасың деген секілді. Осындай сөздер қолданасың деген секілді нәрселер болды ма? Жазушының стиліне қалай жазатын туралы айтты ма? Нет. Жоқ, айтпады. D варианты. Мұның мүлдем келмейді. Ешқандай жағдай туралы айтылмайды. Яғни мына автормен кездескені туралы, түсте уақыт өткізгені туралы ешқандай туралы айтылмады да. Түсте екеуміз кездестік, екеуміз сөйлестік деген нәрсе айтылмады. Так что D вариант болмайды. Түсінікті да? Солай ма? Так, түсінікті болса, кетіп жалғастырайық. 12-ні қарайық. 12-де неде жауап беріңдер?
Мен A дегем. Мгм. Так, бұл вариант барабына дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Енді неге A? Ол үшін бірінші сұрақты оқиық. Most effectively illustrates a claim. Claim деген не ол? Claim деген қайда? Claim деген қайда екен? Мында екен, жоғарыда екен. Окей. Кеттік. Осында қандай claim бар оқиық. To you, яғни тебе деп тұр, бірақ атайды. Сен үшін, саған арналған деп тұр екен. Ол не дейді? Мына оқушы қандай читательдерге предлагать етеді? Который оған еще тікелей айтады оқушылар оқырмандарға тікелей айтады. Қандай оқырмандарға? Өздерін толық түсінетін. керісінше түсінбегенді қара. Have not full. Not деп тұр ғой. Өздерін түсінбеген, толық түсінбеген, яғни өздерін таба алмаған әлі. Өздерін до конца танымаған. Енді как раз A'ді оқиық. You haven't known what you are. Сен өзіңнің кім екенін білмедің деп тұр, сразу айтып тұр ғой. Сен өзіңнің кім екенін білмедің деп тұр. Көрдіңдер ма? Болды. Сразу осы бір строка сразу A вариант екенін көрсетеді. Түсінікті ма? Қалғандары келмейді, мына I деген сөз келмейді. Мен кетемін, бәрін қалдырамын, там ешкім сені түсінбеді емес, міне ешкім сені түсінбеді емес, сені өзің түсінбедің деп тұр. Міне. Сен өзіңді білмейсің деп тұр. Түсінікті ма, оқушылар? Міне. Ағай, осы тапсырмада бар ғой, немен шетмен тұрған немен тұрса, типа бірнеше стейтмент қой, осы тапсырманың түрінде. Ау, түсінбедім. Мен типа ойлайтын едім, может тапсырмада барлық сөйлем бір простой бір сөйлем, бірақ ортасында негенде сызықша тұр деп ше. Мынау ма? Жоқ, ол деген не деген сөз ғой? Оған аса мән бермей қойыңдар, просто келесі жол деген сөз секілді, келесі строка деген секілді. Түсінікті ма? Потому что ол поэма ғой. Поэмада енді барлығы бір абзац болып жазылмайды, ол келесі строка болып жазылады. Ал мында енді бүкіл поэманың бөліктерін бірінен кейін бірі жазу болмайды, сыймай қалады. Сол үшін келесі строканы осылай көрсетіп тұр ғой просто. Поэмада. Вот солай. Міне сен өзіңді кім екенін білмедің, сразу осы айтып тұр. Сен мысалы қараңдар, өмір бойы ұйықтап шықтың дейді, міне. Өмір бойы ұйықтап шықтың, сенің көздерің өмір жабық болып тұр, көп уақыт бойы жабық болды. Вот солай айтып тұр, міне. Сондықтан вариант болады. Чисто мына сөз айтып тұрған, чисто осы сөз болды. Басқа сөздер түсініп керек емес, мысалы мынаны даже оқып та керек емес, мынаны оқып та керек емес, мүлдем келмейді. Так, кеттік. Бірақ бұл сөздерді тоже білсеңдер болады. Өздерін түсінбеген сөздерін жазып алыңдар міндетті түрде. Өздерің жеке тоже оқып, жазып отыра беріңдер. Кеттік, 13-ті вариант. 13-ті не туралы қай вариантты таңдадыңдар? Мен B дегем ағай. B, сосын кім не ал дедіңдер? Басқа не ал дедіңдер? Ағай, мен A дегем. A. Окей. Мерейім, неге A дедің, соны түсіндіріп жіберіңізші? Мысалы. Неге A дедің? Аргументтер айта аласың ба неге A туралы? Окей, давай онда аргументтер бірге айтайық. Кетті, неге A ма, B ма, қазір оны көреміз қайсысы болатынын. Бірінші сұрақты оқимыз, сұрақты не деп тұр? Уже мынау кішкене тип вопрос басқаша, оған көңіл бөлейік. Мына уже support students claim деп тұр. Яғни осындай кезде бірден claimді оқимыз. Claim қайда? Claim. Студенттің claim қандай? Claim деген это просто студенттің бағадай өзінің бір утверждениесі. Студенттің claim, міне студенттің claims деген тауып алыңдар мына. Ол міндетті түрде claims тұру мүмкін. Student tells тұру мүмкін. Student tells.
Student емес білмеймін says, student там states деп тұруы мүмкін. Енді қарайық, student claims that Chambis, мына қараңызшы, дұрыстап оқиық. Chambi деген не ол? Ол деген бір какой-то фотограф. Чембидің мына фотографиялары, соның несі зор деп тұр? Этнографиялық құндылығы зор деп тұр. Түсінікті ма? Енді этнография деген не ол? Ол тарихтың бір саласы сондай ма? Этнографиялық құндылықтар зор деп тұр. Неге? Себебі Чамби көп мына Peruvian society дейді, және сол бағадай обществоның көптеген элементтерін көрсете алған екен. Міне, with both dignity and authenticity. Яғни dignity это бағадай не, скажем так, достоинство деген секілді достоинство и өзінің бағана өзгешелігімен, бірізділігімен сақталып қалған. Бірізділігін и достоинствосын сөйтіп сақтап қалған екен. Но мына жерде маңызды, ең маңызды сөз мына этнографиялық несі құндылығы. Осы Peruvian деген society-дің, яғни тарихқа қатысты, тарих соны көрсеткен екен. Түсінікті ма? Яғни бізде варианттарда осы сөздер болу керек, варианттарда мына осыған қатысты сөздер болу керек. Этнографияға қатысты бір сөздер болу керек. Peruvian деген нәрселер болу керек еще. Peruvian деген сөзді қайдан көріп тұрық? Peruvian деген сөзді мына жерден көріп тұрық. Основном и мына жерден көріп тұрық. Не бар тағы да? Мына жерде Peru деген бар, сосын басқада не бар? Басқа сөздер бар мында уже. Басқа сөздер кішкене шатастырып тұр. Енді мынаған қарайық, міне басқа сөздер. Вариантын қарайық. Чамби көптеген портреттерді алды, ненің перувиандықтардың. Еще ол көптеген нені шығарды дейді? Көптеген бағандай суреттер шығарған. И ол суреттерде не туралы айтылған? Сол жердегі адамдар туралы айтылған. Түсінікті ма? Ол жердегі адамдар, олардың там ғұрыптары, әдет ғұрыптары туралы айтылған. Түсінікті ма? Енді оқушылар, этнография деген не ол? Этнография деген как раз мен айттым ғой, тарих дейді ғой, тарихтың бөлігі. Енді қандай бөлік? Ол халықтарды бағадай зерттейтін, халықтың мысалы әдет ғұрпын. Түсінікті ма? Енді қараңдаршы, мында айтып тұр, как раз мына перувиандықтар, мына Перу деп тұрған жоқ, именно перувиандықтар деп тұр. Яғни сонда тұратын адамдарды зерттеген. Олардың нелері көрсетілген деп тұр, міне бағадай әдет ғұрыптарына дейін көрсетілген. Түсінікті ма? Оқушылар? Түсінді. Енді қарайық. B варианты. B варианты не айтылған? Яғни мына осы сөйлем, мына клеймді қолдаймай, клейм қандай? Клейм айтып тұр. Чамбидің суреттері маған өте құнды болды. Не үшін? Этнографиялық құндылықтар болды оның жұмысында деп тұр. Мен мысалы студентпін, мен деген перувиандықтарды зерттеп жатырмын, Перуда тұратын адамдарда. И мен кімді пайдаланып тұрмын? Чамбидің суреттерін пайдаланып тұрмын. Олар өте құнды деп тұрмын. Енді неге? Соны мен осы мен айтқанды маған қолдайтын аргумент керек. Вот аргумент. Потому что оның жұмыстарында Перудың адамдарын көп түсірген екен. Оның бағанағыдай суреттерінде олардың нелері көрінген, әдет ғұрыптары, ондағы әртүрлі адамдар көрінген екен. Вот болды, сол үшін вариант болады. Енді B неге болмайды, неге C болмайды қарайық. B деп тұр. Оның суреттерінің техникалық жағынан өте жоғары деңгейде тұр. Бірақ ол маңызды ма бізге? Бізге ол өте жоғары деңгейде екен. Окей, солай бола берсін. Бірақ оның мына клеймға не қатысы бар? Яғни этнографиялық құндылықтарына Перудың қатысы жоқ екен, Перудегі. Енді B де қарайық. Чамби танымал болды. Ол Перудың ішінде де, Перудың сыртында да танымал болды. Оның жұмыстары Аргентина, Испанияда шықты. Оның не қатысы бар студенттің клеймына? Дымда қатысы жоқ. Маған этнографиялық құндылығы болды деген. Енді так, қазір. Кейбір адамдар и жерлер, которые Чамби түсірген, олар перувиандық фотографтар үшін популярный сабжекттер болыпты дейді. Окей, оның не қатысы бар? Яғни кейбір адамдардың басқа адамдарға популярный болуының басқа фотографтарға мына студенттің клеймына дымда қатысы жоқ. Сондықтан варианты болады. Түсінікті болды ма? Түсінді. Кеттік, тағы да бір текст талдап жіберейік, күшті етіп. Мынау тоже
дұрыстап қарау керек. Яғни қараңдаршы оқушылар, на самом деле бұл тексттер негізі көп тексттер қиын болып көрінеді да, сөздері кішкене ауырлау. Бірақ мен айтқым келіп тұрған нәрсе, қайталап айтамын. Бүкіл текстті түсініп керек емес. Это почти невозможно деп қайталап айтамын. Бүкіл сөздерді түсіну практически невозможно. Бірақ сендер барынша жаттай беріңдер. Сендер просто текстті көп оқыған сайын, сендер бағандай маңызды бөліктерін түсініп, сендерге дағды қалыптасады. Яғни сөздік қорларың тіпті көбеймесе де, даже тіпті сенің просто дағдыларың қалыптасады. Текстті оңай түсініп қаласыңдар. Міне деп, міне ключевое слово деп белгілеп қойып, сөйтіп спокойно түсініп кетесіңдер. Мынау айтылған деп. И конкретно осы сұрақтарға тез жауап беріп тастай аласыңдар. Вот сондай дағды қалыптасады. Күнде сөйтіп орындай берсіңдер. Так что на самом деле ол қатты бір қиын емес. Это просто вопрос времени и внимания бағанағыдай. Так, кеттік. Сұрақ бар. Мұнда не керек бізге? Мұнда бізге ақпарат керек. From the table, яғни неден? Таблицадан данный керек. И ол мына біздің мысалымызды толықтыру керек. Окей. Таблицадан данный мысалды қандай мысалды көрсетеді? Окей. Бірінші мына мысалымызды оқиық. Потом таблицадағы данныймен салыстырайық, не айтылған екен? Окей. Бірақ бізге общий не керек? Контекст керек, түсінуіміз керек. Жалпылама не айтылған. Бірақ бірден көріп тұрмыз, мұнда актерлар дейді. Актер, там, сценарист, режиссер, сол туралы айтылыпты. Енді оқиық. Кейбір зерттеушілер дейді, актерларды, фильм жасайтындарды, режиссерларды зерттеген кезде не істеген? Бұрынғы кездегі кино бандай сферасына назар аударған екен. Қарайық. Именно 1910-1920 жылдары. Яғни өте сондай бағандай киноның енді шығып жатқан замандарынан екен. Енді қарайық. Осындай адамдарды қараған екен. Мынандай адамдарды қараған екен. Окей. Олар бірнеше көптеген фильмдермен байланысты болған екен. Әртүрлі жолда, бір немесе бірнеше жолда, яғни ол либо актер болған, либо режиссер болған, либо сценарист болған деген секілді бір адам. Енді по факту, на самом деле, көптеген фильм бар. И бағандай записи сол сфера, сол дәуірге қатысты. Олар have been lost не деп тұр? Have been lost. Яғни олар не істелген? Жоғалып кеткен ба? Дұрыс, жоғалған екен. Сол үшін мына запистер, мына жазулар, сандар should be taken, олар алыну керек как минимум ретінде алыну керек. Яғни минимум стандартный ретінде алыну керек. Мысалы, 33 ма, это как минимум 33 рет ойнаған. Яғни мүмкін ол даже 50 рет ойнаған шығар мүмкін. Просто оның 33 рет ойнаған жазылған екен мында. Number of films known and commonly credited. Яғни бұл просто мына адамдардың рөлдері сондағы. Мына ол 33 рет актер болыпты, ол 31 рет мысалы режиссер болыпты, 10 рет сценарист болыпты деген секілді. Вот. Это еще минимум. Мүмкін одан да көбірек ойнаған шығар. Мүмкін 50, мынау мысалы 60, мынау мүмкін 20 шығар. Так что вот сол мында основной ой сол. Осы смыслды түсінбесеңдер, сендер мына тексті уже орындай алмай қаласыңдар. Сотыр. Rather than totals, они мына сандар, данныйлар как минимум ретінде істеу керек дейді. Это деп тұр, мына қараңдаршы. Это вполне возможно. Например, деп тұр, на примерде мына бізге данный керек. Қандай пример? Енді кеттік. И ол примеріміз мына айтылғаны выводпен сәйкес келу керек. Яғни выводымыз қандай болды біздің? Реальный дата на самом деле көбірек болуы мүмкін. Әлдеқайда көбірек болуы мүмкін, яғни. Түсінікті ма? Чем мындағы даталардан. Чем кредит мындағы белгілі даталардан бізге. Түсінікті ма? Вот сол. Реальные данные. Енді қарайық. Вариант мысалы. Dark Cloud дейді, сразу Dark Cloud назар аударайық. Dark Cloud дейді, acted in significantly fewer. Яғни ол азырақ фильмға түскен екен. Чем кімнен? Лилиан деген адамнан. Кеткі, Лилиан деген қайда ол? Міне 66 рет түскен екен, а Dark Cloud 35 рет түскен екен. Ол шын ба? Ол шын. Яғни мынау true. Бірақ қараңдаршы, оның мына клеймға не қатысы бар? Реальный данный көбірек деген. Ол просто салыстырып тұр ғой. Иә, салыстырып тұр. Оның мына именно клеймға қатысы жоқ, дымда қатысы жоқ. Яғни ол true, бірақ дым қатысы жоқ бізге керек емес. Кеттік, B вариантына қарайық. Эдвин қайда? Эдвин мына
оның 47 рет ойнаған рөлі деп тұр. Тек қана 34 жылдан 1934 жылдан кейін. енді қарайықшы, ол 34 жылдан кейін активный болмаған ғой, ол 34 жыл карьерасы 34 жылы біткен. Но даже false даже. Не то, что даже мынау қатысы жоқ, но даже өтірік ақпарат. Бұл ақпарат өтірік екен. Так что сіз емес, B варианты тіпті келмейді, ол өтірік false. Кеттік. C вариантын қарайық. Яғни бұл true false not given деген секілді. Кішкене соған ұқсап кетті чуть-чуть. IELTS-ге. Лилиан қайда? Лилиан міне тұр. Ол дейді acted in far more than 66 films. Яғни Лилиан қайда? 66 фильмнен артық түскен екен. И Эдвин 58 фильмнен түскен деп тұр. Қайда Эдвин? Міне. Директор, точнее, режиссер болған 58 фильмнен артық. Енді қараңдаршы. Ол мынаған қойса мысалы, это возможно тұр. Возможно ма ондан 66 фильмнен артық түсуі? Мына Лилианның. Міне. Я, возможно. Возможно, потому что мында вывод айтылды ғой, реально даналар әлдеқайда көп болуы мүмкін деп. Мыналар минимум ретінде қарастыру керек деп мында айтылып тұр ғой. Так что C варианты бізге как раз келеді. Ал D вариантын оқиық. D вариантын қарайық. Джеймс қайда? Джеймс деген бірінші 33 фильм ғой. Ол міне даже директор, не 33 фильмнің режиссері болды дейді. Мында 35 тұр, но даже false екен. Уже false. Мынау мүлдем келмейді даже. False. Түсінікті ма? Неге C екені? Яғни сендер просто мынаны әкеліп, мына that деген кейінге қоясыңдар. Міне, это вполне возможно. Біздің как раз выводқа сәйкес келу керек. Екеуі қатысты болу керек. Так, барлығы түсінікті болды ма? Иә, түсінікті. Енді мен надеюсь ойлаймын, сендер